Құрметті ұстаздар, мен Жангелді Қисықұлы Бөкенов атындағы Қарағанды банк колледжінің тарих пәнінің оқытушысы Акушкарова Әдемі Сандыбайқызы. Бүгінгі менің қорғайтын жобамның тақырыбы Қазақстан тарихы пәнінен тірек сызбалар. Бұл Қазақстан тарихы пәнінен тірек сызбалар 2017 жылы бекітілген. Бұл тірек сызбаларды Қарағанды техникалық университетінде де қолдану үстінде. Яғни бұл негізгі мақсаты осы тірек сызбалар арқылы оқушылардың есте сақтау қабілетін арттыру және тарихқа деген сүйіспеншілігін яғни дамыту болып табылады. Тірек сызбаларда көне заманнан бергі қазақ тарихының барлық маңызды оқиғалар көрініс тапқан. Тарих сабақтарында тірек сызбаларды пайдалану оқушылардың білімін тереңдетуге, ойлау, сөйлеу қабілетін меңгертуге, өз пікірлерін ашық жеткізуге, есте сақтау қабілеттерін арттырады және өз бетінше толыққанды жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Тарихи тірек сызбаларға жүгіну рухани шығармашылықтың барлық салалары мен бағыттарына тән. Рухани жаңғырудың іргетасы тарихи білім деректері, Қазақстан тарихы бойынша тірек сызбалар жинағы тарих мәселелері мен құрылымдарын, дерек көздерін, тарихтың бүкіл болмысын, кең көлемдегі терең деректанушылық ізденістерін қайта жаңғыртуға мүмкіндік береді. Осы мақсатта жүзеге асыруда тарих пәніне арналған тірек сызбаларды оқушыларға ұсынамын. Яғни бізде тарих сабағында әр пәннің тақырыбы бойынша осылай тірек сызбалар қолданады. Мысалы, Ақорда мемлекетін көрсететін болсам, бұл жерде мемлекеттің қалыптасуы, мемлекеттің күшейген кезі, жаңа дәуірдегі алтын Ақорда туралы, сонымен бірге мысалы қыпшақтар тайпаларына жеке тоқталатын болсақ, яғни биліктің берілуі, қалыптасуы, саяси жағдайы, шаруашылығы, яғни тірек сызбаларда осылай көрсетіледі. Мысалы, темір дәуірі. Бұл тірек сызбаларды тек қана оқушылар дәптерлеріне жазып қана қоймайды. Темір дәуірінің мысалы уақыты болса, уақытына біз жеке тоқталамыз. Темір дәуірінің мәдениетін болса, мәдениетіне жеке тоқталамыз. Темір дәуірінің атауы, мысалы, темір дәуірінің өзі бізде 3 дәуірге бөлінді ғой. Сол 3 дәуірге жеке тоқталып кетеміз. Сонымен бірге ерекшеліктері, темір дәуірдің басқа дәуірден ерекшеліктеріне жеке тоқталып, осылай тірек сызбаларда қамтылмайтын тақырып, яғни бөлімі болмайды. Мысалы, яғни сақтарға келетін болсақ, бұл сақтарда мысалы жетісу жерлерінде өте тірек сызбаларды қолдану өте тиімді және ұтымды. Ары қарай қарап өтсеңіздер, ғұндар туралы мынандай тірек сызбалар бар. Үйсіндер, Қаңлы мемлекеттері, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты деген секілді. Сөйтіп осындай тірек сызбалар әрбір тақырыпқа яғни берілген. Мысалы, оғыздардың жалпы тірек сызбалардың ішіндегі яғни тақырыптарға жеке тоқталамыз. Бұл біріншіден балалардың қызығушылығын арттырады, екіншіден есте сақтау қабілетін арттырады және сабаққа деген қызығушылығын оятады. Тірек сызбаларды Қазақстан тарихы сабағында пайдалану өте қолайлы болып табылады. Міндетті түрде осы тірек сызбалы әрбір тақырыптың яғни жеке тоқталғаннан кейін міндетті түрде мазмұны бар. Бұл менде электрондық түрде бар және кітап түрінде бар. Кітап түрінде міне мазмұны міндетті түрде көрсетілген және беттері көрсетілген. Мысалы, тас дәуірінде Қазақстан, қай бетте тағы сол секілді. Қорыта айтатын болсам, Қазақстан тарихы өте ауқымды тақырыптар өте көп болғандықтан, тірек сызбалардың тиімділігі де өте зор. Назарларыңызға рахмет.